Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет дәмді болып шығатын, әрі жұмсақ болып шығатын шоколадты пирог дайындап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ұнаған болса, комментарий жазып, және де лүпіл басып кетіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Күнде өте оңай дайындалатын жаңа рецепттер салынып жатыр. Алдымен айранымызды ыдысымызға құйып, үстіне разрыхлитель салып, жақсылап араластырып аламыз. Айран бөлме температурасында жылы болу қажет, салқын болмасын. Енді бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамыз салып, үстіне шекерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді айранның үстіне құйып, барлығын бірге араластырамыз. Және де сұйық май құямыз. Барлығының грамм мөлшерін төменгі описаниеге жазып қоямын. Сол көрсеткен грамм мөлшермен дайындайтын болсаңыздар, пирогтарыңыз өте дәмді, керемет болып шығады. Және де ұнымызды елеп саламыз. Какаоны да елеп саламыз. Міне барлық ұнымызды елеп салып, қамырды біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Енді пергамент қағазы төселген тапаға салып құямыз қамырды. Енді 170 градус пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Енді пирог пісіп шыққанша крем дайындаймыз. Ыдысымызға құрғақ заттарды саламыз, шекерді, ұнды жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқа саламыз. Және де сүт құямыз. Енді біркелкі етіп араластырып шығамыз, түйіршік қалдырмай. Қалған сүтімізді де құйып, жақсылап араластырып аламыз да, отқа қоямыз. Сүтті отқа қойғаннан кейін жанынан кетпей, осылай үздіксіз араластырып отырасыздар, әйтпесе түбі күйіп кетеді. Қайнап келе жатқан уақытта үстіне майды саламыз, оттың астын өшіріп, майымызды жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне басқа бөлек ыдысқа құйып алдық, енді осыны суытуға жібереміз. Пирогымыз пісіп шықты. Менде бір кедергі болғаны, пирогты салғаннан кейін 5-10 минутта свет өшіп, шамалы абыржыңкіреп қалдым. Сонда да пирогты салып жатырмын. Бетіне пропитка жағып, үстіне кремді жағып шығамыз осылай. Қамырды екіге бөліп аламыз, және де шетіне бетіндегі
тегістеп алған коржымызды жан-жағына үгітіп жағып шығатын боламыз. Кремді осылай қалың етіп жағып шығасыздар. Крем қою, әдемі. Енді жан-жағына жаңағы үгітіп алған корждарымызды жағып шығамыз. 1-2 сағат тынығуға қоямыз. Міне пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан әдемі шығады. Ас болсын.